Мына 6 ауру мазалағанда какао ішіңіз. Сәлем достар, сіздермен бірге тән саулығы арнасы. Каналыма тіркел, қоңырау белгісін басуды ұмытпаңыздар. Бар жоғы бір шыны какао қан қысымын түсіреді, сүйекті нығайтады және депрессиядан арылтады. Одан да басқа дертке дауа болады. Какао хош иісімен, ерекше дәмімен кез келгеннің сүйікті сусынына айналған. Оның пайдасынан бөлек емдік қасиеті де мол. Құрамындағы кальций, магний, темір, калий, мыс, мырыш, марганец элементтерімен А, Е, С және В1, В3 тобындағы дәрумендер адам ағзасы үшін керемет қызмет атқарады. Мәселен, магний стресспен күресіп, жүйкені тынықтырса, темір қан түзу мүшелерін жақсартады. Ал кальций сүйекті нығайтады. Одан бөлек мына дертке дауа болады. Депрессиядан арылтады. Какао В тобындағы дәрумендерге тиамин, никотин және фолий қышқылына бай. Құрамындағы фенилэтилам көңіл күйді көтеріп, эмоцияңызды жақсартады. Егер көңіліңізге қаяу түсіп, жабырқап жүрсеңіз, бір шыны какао демдеп ішіңіз. Бұл жүйкеңізді жақсартып, бойыңызды сергітеді. Жаныңыз тынышталып, арқаңыздан жүк түскенде керемет күйге бөленесіз. Тіпті шаршау, әлсіздік, ашуланшақтық сынды жаман әдеттерден арыласыз. Қан қысымын түсіреді. Дәрігерлер қан қысымы көтеріліп кететін науқастарға какао ішуге кеңес береді. Бұл емдік судың құрамындағы азот тотығы қан тамырларды босаңсытады. Осының әсерінен қан қысымы өз қалпына келеді. Тәбетті төмендетеді. Диетолог мамандар какао сусынын диетаға қосуды ұсынады. Өйткені оның құрамындағы хром метаболизмді жақсартып, тамаққа тәбетіңізді төмендетеді. Егер салмағыңыздың бір қалыпты болғанын қаласаңыз, суға дайындалған қантсыз какао ішіңіз. Сүйекті нығайтады. Какао сүйегі ауыратындар үшін өте пайдалы. Әсіресе сүйегі сынғандар мен остеопороз ауруына шалдыққандарға ем ретінде ішу керек. Какао ағзаны қажетті кальций мен фосфор элементімен байытады. Құрсақ көтеруге көмектеседі. Какаоның құрамындағы мырыш еркектің жыныстық жасушасының саулығын арттыруға ықпал етеді. Ал мыс пен селен әйелдердегі өсіп-өну жүйесінің жұмысын белсенді етеді. Сондықтан да дәрігерлер жүкті болуды жоспарлап жүрген жұбайларға күніне бір рет какао ішуге кеңес береді. Жүрек ауруынан сақтайды. Какао қан қысымын түсіруімен қатар жүрек ауруларынан қорғайды. Нақтырақ айтқанда, жүрек ұстамасы мен инсульт алудан сақтайды. Емдік сусынның құрамындағы флавонол қандағы азот тотығының деңгейін жақсартып, қан тамырларды кеңейтеді. Қан дұрыс ағып, қалыпты айналған кезде жүректің, бауыр бүйректің жұмысын реттеп, холестеринді төмендетеді. Қан сұйылған кезде қандағы қант мөлшері реттеледі, қабынуды емдейді, әрі инсульттың алдын алады. Күніне қанша рет ішу керек? Емдік қасиеті мол сусынды күнде ішсеңіз де зияны жоқ. Тек суға салып қайнату керек. Қант қосудың қажеті де жоқ. Негізінде қаншалықты пайдалы болғанымен мөлшерден асып кетсе зиян болатыны анық. Сондықтан да күніне бір шыны какао ішуді әдетке айналдырыңыз. Кімге ішуге болмайды? Какаоны асқазанында гастрит, жара және 12 ел ішегінде жарасы барларға және буын ауруына шалдыққан науқастарға ішуге үзілді-кесілді тыйым салынады.